Бүгінде жаһандану жағдайында адамзат қоғамдары мен ғылыми орта үшін маңызды тақырыптардың біреуі секуляризация. Секуляризацияны әркім әрқалай түсіндіреді. Бұған қатысты теориялар мен ұстанымдар да, әдіс-тәсілдер де әртүрлі. Дегенмен, бұл орайда біз біраз теорияларға тоқталып өтейік. Ол үшін алдымен секуляризм және секуляризация ұғымдарына тоқталып алайық. Секуляризм дегеніміз діни билікке тәуелсіз білім, құндылықтар мен іс-әрекеттер жүйесі болу қажет деген қағидаға негізделген ілім немесе идеология. Бұл идеологияның аясында дін жоққа шығарылмайды, оның қоғам өміріндегі рөлі төмендетілмейді. Керісінше, ол жеке бір сала ретінде бөлініп, өзіндік даму жолына түсу керек деп есептейді. Ал секуляризация деп отырғанымыз әлеуметтік құрылымда діннің басқа салалардан бөлініп, жеке сала ретінде анықталу процесі. Секуляризмнің тарихы тереңде жатыр. Дегенмен оның орнығуына ықпал еткен кезеңдердің бірі ретінде бұл қайта өрлеу дәуірін атауға болады. Бұл кезеңді біз ақиқатты танудың эмпирикалық әдістері дамыған кезең ретінде айта аламыз. Ең алдымен Йоганн Гутенберг деген немістің типографының еңбегін ерекше атап кетуге болады. Баспа қызметін қалыптастыру негізінде христиандық ілімдерді, кітаптарды философиялық тұрғыдан талқылайтын еңбектердің пайда болуы бұл Еуропа қоғамында еркін ойлауға жол ашты. Сондай-ақ осы дәуірде, осы кезеңде секуляризм идеологиясының дамуына ықпал еткен гелиоцентристік тұжырымдар болды. Галилео Галилей, Николай Коперник және Йоганн Кеплердің қозғалыс заңдары, гелиоцентристік тұжырымдары осыған ерекше ықпал етті. Ағарту дәуірінде ғылым ақиқатты танудың басты құралына айналды. Бұл кезеңде дінге тәуелсіз еркін ойлау дамыды. Мұндай жағдайға ықпал еткен Исаак Ньютон, Роберт Бойл сияқты физиктердің еңбектері, сондай-ақ Иммануэль Кант, Фрэнсис Бэкон сияқты, сондай-ақ Дэвид Юм, Томас Гоббс сияқты философтардың еңбектерінде негіз болды деп айтуға болады. Олар өздерінің шығармаларында адамдардың өздерінің ақыл ойларына сену керектігін айтып, шіркеулердің бұғауынан босауға шақырды. 19 ғасырда секуляризм теориясын Чарльз Дарвиннің эволюционизм тұжырымдары дамытты. Чарльз Дарвиннің тұжырымдауынша тіршілік формалары ол Құдайдың, жаратушының шығармашылығының нәтижесі емес, табиғи сұрыпталудың, түрленудің және тұқым қуалаушылықтың нәтижесі болып табылады. Эволюционизм теориясы бұдан кейін кезекте ғылымның басқа салаларына, атап айтқанда әсіресе тарих, психология ғылымдарына ерекше әсер берді. Соның негізінде Карл Маркстың, Зигмунд Фрейдтің еңбектерінде секуляризм теориялары ары қарай да көрінісін тапты. Бүгінде секуляризация теорияларының қатары кең. Сондай тұжырымдарының авторының біреуі австриялық әлеуметтанушы Питер Бергер. Питер Бергер өзінің қасиетті перде еңбегінде секуляризацияны қасиеттіліктің жоғалуы ретінде сипаттайды. Оның ойынша секуляризация ең алдымен экономикалық салада пайда болады. Секуляризацияның қозғаушы күші экономиканың индустриалдық, капиталдық, рационалдануында. Яғни, экономика саласына дін араласатын болса, ол экономиканың да, қоғамның да артта қалуына алып келеді. Индустриялық қоғам көп мөлшердегі ғылыми техникалық персоналды даярлауды қажет етеді. Бұл орайда қоғамның тек қана инфрақұрылымдық тұрғыдан ғана емес, саналық деңгейде де рационалдану қажет. Міне осы тұрғыдан алғанда секуляризация экономикадан саяси салаға және әлеуметтік салаларға өтеді. Питер Бергердің айтуынша секуляризация екі деңгейде жүзеге асады. Ол ең алдымен әлеуметтік құрылымдық деңгейде және екінші индивидтік деңгейде. Әлеуметтік құрылымдық деңгейді Питер Бергер объективті секуляризация деп атайды. Ал индивидтік деңгейдегі секуляризацияны субъективтік секуляризация деп көрсеткен.
Американдық әлеуметтанушы Томас Оди секуляризацияны діннің ғылыммен, рационалды ойлаумен және зайырлы этикамен ығыстырылу деп көрсетеді. Оның пікірінше, секуляризацияның аясында екі процесс жүзеге асады. Бірінші, адамның қоршаған ортаны тануы десакрализацияланады, яғни қасиетті деп тану жойылады. Екіншіден, ақыл ой рационалданады. Жаһандану теорияларының авторларының бірі Зигмунд Бауман секуляризацияны заңды даму құбылысы деп есептейді. Яғни оның ойынша секуляризация дінді саналы түрде шектеу емес. Секуляризация кезеңінде қоғамда діни плюрализм дамиды. Яғни наным сенім әр адамның өзінің жеке таңдауына айналады. Шын мәнінде алып қарайтын болсақ, қоғамда наным сенім формалары көптеп кездестіруге болады. Солардың қатарында, мәселен, бүгінде біздің қоғамда да көрініс беретін ол сенушілермен бірге агностиктерді атауға болады, яғни Құдай бар ма жоқ па оны дәлелдеу мүмкін емес деп есептейтін. Немесе Құдайды мойындап, діндерді мойындамайтын ицистерді атауға болады. Сонымен қатар шіркеуден тыс наным сенім формаларында осылардың қатарында көрсетуге болады. Келесі теориялардың бірі бұл Энтони Гидденстің тұжырымдары. Ол да жаһандану теорияларының авторларының бірі. Осы теориялардың аясында секуляризацияға тоқтала келе, Энтони Гидденс секуляризацияны үш қырынан тануға болады деп көрсетеді. Бірінші, ол діни ұйымдарға мүшелік. Гидденстің пікірінше, бүгінде шіркеулерге мүше болып отырған адамдардың, шіркеулерге барып діни жораларын атқаратын адамдардың саны кеміген. Әсіресе бұл өндірістік тұрғыдан дамыған елдерде мұндай көрсеткіш өте төмен болып табылады. Екінші, ол діни ұйымдардың ықпалы. Міне осы сұрақты қоя отырып, яғни шіркеу қаншалықты бүгінде ықпалды дегенді қоя отырып, Гидденс шіркеудің ықпалының төмендегенін көрсетеді. Және үшінші қыры бұл адамдардың діндарлық деңгейі. Гидденс бұл мәселеде де адамдардың діндарлық деңгейінің төмендегенін көрсетеді және діни сенім формаларының әртүрлі форматтарға көшкендігін айтады. Алайда, қалай десе де, Гидденстің тұжырымдауынша дін өзінің орнын, рөлін жоғалтпайды, оған қашанда қоғамда сұраныс болады. Американдық әлеуметтанушы Талкат Парсонстың пікірінше, секуляризация ол діннің эволюциясы, әлеуметтік өзгерістер кезіндегі түрленуі. Яғни дін жойылмайды, оның рөлі төмендемейді, ол тек қана түрленеді. Қоғамның өмірі жалпы жан-жақты дифференциацияланады. Осының аясында дін қоғамның бір жеке саласына айналады. Дегенмен осы индивидтік деңгейде де ол өзінің рөлін жоғалтпайды, керісінше діни сенім еркіндігі, дінді таңдау еркіндігі болғандықтан ол жекелеген адамдардың өміріндегі маңыздылығын арттырады. Парсонстың пікірінше, діни сенімге деген еркіндік жаңа діни қозғалыстардың пайда болуына әкеледі. Сондай-ақ наным сенімнің жаңа формаларын тудырады және діни бірегейліктерді түрлендіреді. Сондай-ақ Парсонс секуляризацияның аясында діни ұйымдар мен дін басылардың қызметінің рационалданатындығын айтады. Шын мәнінде алып қарайтын болсақ, бүгінгі жаһандық ақпараттық дәуірде діни ұйымдардың, дін басылардың аудиториясының алдында ескі дискурспен, мистикалық әңгімелермен, мифтермен уағыз насихат жүргізуі тиімсіз. Егер де аудитория дін басылардан бүгінгі заманға қажетті ақпараттарды естімесе, дін мен ғылымның түйісетін нүктелеріндегі сұрақтарына жауап алмаса, онда ол діннің қатарынан кететіндігі анық. Сол себепті де бүгінде діни ұйымдардың арасында әр сенушіні сақтап қалу үшін бәсекеге қабілеттілік деңгейін көтеріп, ғылым саласына, ақпараттық технология саласына бетбұрыс байқалады. Секуляризация жөніндегі теориялардың қызықтыларының бірі бұл Роберт Белланың, американдық әлеуметтанушы Роберт Белланың пікірлері болып табылады. Роберт Белла бұл орайда бірнеше мәселелерге ерекше тоқталған, солардың бірі ол діннің қызметінің рационалдануында. Яғни оның ойынша секуляризация жағдайында дін эволюцияға ұшырап, ол қоғамның
құрылымын өзгертуге атсалысады. Яғни бұл орайда біз ең алдымен діннің моральдық, этикалық мәселелерге назар аударатындығын көреміз. Әсіресе батыстық қоғамдардағы жаһандану жағдайындағы, шексіз либералдық жағдайындағы моральдық құндылықтардың құлдырауы жағдайында дін осы құндылықтарды қалыпқа келтіруге, оларды насихаттауға көмектесетіндігін айтады. Тағы бір қызықты жағы бұл Роберт Белланың дінді шіркеу формасын жоғалтып, яғни әлеуметтік болмысынан ажырап, наным сенімдердің жекешеленуі жүзеге асатындығын көрсетеді. Бұл орайда Роберт Белла шіркеуден тыс наным сенім формаларының дамитындығын айтады. Шын мәнінде алып қарайтын болсақ, ақпараттық дәуірде, интернеттің заманында кез келген қоғамда шіркеуге бармай-ақ христиан болам, немесе мешітке бармай-ақ мұсылман болам дейтін адамдар бар. Яғни олар қандай да бір діни ілімді интернеттен оқи салуға болады, ал діни жораларды мешіттен немесе шіркеуден тыс жағдайда да жүзеге асыруға болады деп есептейтін категориялар. Роберт Белланың тағы бір ерекше тұжырымдарының біреуі ол секулярланған христиандар ұғымын енгізуі. Секулярланған христиан ол қандай адам дейтін болсақ, ол американдық қоғамды таныстыратын, әсіресе соған тән деп айтуға болады, зайырлылық пен діндарлықтың құндылықтарын ешқандай қайшылықсыз үйлестіре алатын адамдардың тобы. Әрине, кез келген қоғам үшін осындай категорияны қалыптастыру маңызды. Соның ішінде біздің Қазақстан қоғам ішінде ерекше маңызды деп айтуға болады. Бүгінде біз қоғамда діндарлар мен зайырлы қоғам өкілдерінің арасында қарама-қайшылыққа жиі куә боламыз. Діндар категория топтарынан қандай да бір зайырлы құндылықтарға қайшылық келтіріп жатқан әрекеттер немесе көзқарастар байқалып қалады. Немесе зайырлықты ұстанатын адамдар бірыңғай атеизмге бет бұрып, дінмен күресіп кететін жағдайларда орын алып жатады. Сондықтан діндарлық пен зайырлық құндылықтарын тамаша үйлестіретін, оларды күнделікті тұрмыс тіршілікте, қарым-қатынастарда ешқандай қайшылықсыз қолдана білетін, осындай ұстанымдағы секулярланған діндар категориясын қалыптастыру кез келген қоғам үшін маңызды деп тағы да қайталап айтуға болады. Роберт Белланың ғылымға енгізген тағы бір тұжырымы ол азаматтық дін категориясы. Роберт Белла ол американдық қоғамды зерттей отырып, азаматтық дін тек қана ақш-та ғана бар екендігін айтады. Яғни басқа қоғамдарда ол қалыптасып үлгермеген. Алайда бұл азаматтық дін нақты бір дінді таныстырмайды. Ол азаматтардың азаматтық ұлттық бірегейлігін таныстыратын категория деңгей деп қарастыруға болады. Яғни ол жаңадан бір дінді ойлап табу емес, Америкадағы кез келген діннің өкілі американдық құндылықтарды, заңнамаларды, нормаларды, менталитетті, мәдениетті құрметтеп, оларды өздерінің сенімдерімен үйлестіре алатын жағдай. Міне бұл Роберт Белланың пікірінше азаматтық дін категориясын таныстырады. Қорыта келгенде секуляризацияның мынандай негізгі белгілері анықталады. Біріншіден, дін қоғам өміріндегі басқа салалардан бөлініп, жеке сала ретінде айқындалады. Екіншіден, діни ұйымдардың және дінбасылардың қызметі рационалданады. Үшіншіден, діни плюрализм дамып, қоғамда діни бірегейліктің түрлі формалары көрініс береді. Жалпы алғанда, секуляризацияның теориялары аталған авторлардың еңбектерімен шектелмейді. Бүгінде философия саласында, антропология саласында, ғылымның басқа да салаларында секуляризацияға қатысты теориялардың қатары кең. Жаһандану жағдайында секуляризациямен байланысты теориялардың қатары кеңейе түсетіндігі анық.